Барлықтарына сәлем. Бүгін біз өтетін тақырып өте маңызды тақырып. Негізінен өтетін тақырыптың бәрі маңызды. Бұл да маңызды тақырыптардың бірі. Бейорганикалық қосылыстардың кластары. Негізі химияда қосылыстар екіге бөлінеді. Органикалық және неорганикалық. Органикалықтың екіншісінің айырмашылығы неде? Органикалықтар көміртек қосылыстарына жер айтылып тұрғанда, көміртек қосылыстары органикалық қосылыстар. Қалғанның бәрі көбінесе көміртек қосылыстар. Қалғанның бәрі бейорганикалық қосылыстар. Опа, химияда негізі өте сондай. Жаңа мен оның маңызды дедім. Несімен маңызды? Бұл өнеркәсіпте ауыл шаруашылығында және медицинада кеңінен қолданылады. Өте маңызды, өте керек. Осы салаларда жұмыс істегіңіз келсе, бұл заттарды білмей, сізде жұмыс жүрмейді. Бұл енді қандай кластарға бөлінеді? Оксидтер, қышқылдар, негіздер және тұздар деген 4 классқа бөлінеді екен. Онда оксидтерден бастайық. Оксидтер. Мына жерде ағылшынша аты жазылып тұр. Оксайд. Оксайд деген бізде оттек. Бір байланыс бар сияқты. Оксидтер, оттек байланысы бар сияқты. Оксидтер дегеніміз не? Құрамында 2 атом болады. Оның бірі міндетті түрде оттек болады. Оны оксиды дейді. Оксидтер дейді. Мына жерде формула жазылған. EX, OY. O дегеніміз оттек. Дегеніміз әртүрлі металл болуы мүмкін, бейметалл болуы мүмкін. Менделеев кестесіндегі қалаған затымыз. Оксидтер 3-ге бөлінеді. Негіздік оксид, қышқылды оксид және амфотерлі оксид. Негіздік оксидтердің валенттілігі көбінесе 1 мен 2 болып келеді. Олар металдар. Қышқылды оксидтер көбінесе бейметалдар және жоғары валенттілік көрсетілетін металдар қышқылды оксидтерге жатады. Негіздік табылатын, қышқылды табылатын оксидтер бар. Оларды амфотерлі оксид дейді. Оларды 3-ші бөлек топқа бөліп қойып, амфотерлі оксид деп атап кеткен. Мына жерде негізгі химиялық қасиеттері көрсетіліпті. Көріп тұрғандарыңызда 2 жағдайда су береді. Қышқылды оксид пен негізді оксид. Қышқыл немесе негізбен әрекеттескенде және 3-ші жағдайда тек қана тұз келеді. Негізді оксид, қышқылды оксид екеуі бірге қосылған кезде тұз шығады. Келесі қышқылдар. Қышқылдар жаңа бізде оксидтерде бір оттек болады. Қышқылдарда міндетті түрде бір немесе одан да көп сутек болады. Міне айттым ғой, одан да көп деп. Негізділігі бойынша олар бір негізі немесе көп негізді болып бөлінеді. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, мысалы тұз қышқылы немесе азот қышқылы бір негізді. Себебі ода тек қана бір сутек бар. Көп негізден, мына жерде көріп тұрғаныңыздай 2 сутек бар, 3 сутек бар, бұлар көп негізі саналады. Енді оттек құрамына қараймыз. Оттекті және оттексіз. Оттекті аты айтып тұрғанда оттек бар деген сөз. Оттексіздер логикаға салсақ, оттек жоқ. Енді күші бойынша күшті және әлсіз оксидтер әлсіз қышқылдар болып бөлінеді. Бір қызық факт айтайын. Сірке қышқылы негізі бүйтіп қарағанда өте әлсіз қышқыл болады. Бірақ органикадан қарасақ, органика жағынан қарасақ, органикалық қосылыстар жағынан ол өте күшті қышқыл болады. Мына жерде химиялық қасиеттері жазылған. 2 жағдайда қайттан 2 жағдайда әрекеттескен кезде қышқыл металл қышқылды қалдықты өзімен алып кетеді, сутекті шығарып жібереді. Сол кезде сутек өзі жалғыз. Қалған жағдайларда сутек оттекпен бірігіп қалады. Келесі негіздер, бейс. Негіздерде сутек те бар, оттек те бар. Бұны гидроксотоп дейді. Гидроксотоп OH құрамына кіретін заттар. Ол сутектің, оттектің, металдардың, яғни оксидтердің, қышқылдардың, металдардың бір-бірімен араласқанына қарай осындай бір негіздер шығады. Мына жерде қарап тұрғандарыңыздай, көріп тұрғандарыңыздай үшеуі бар, сілтілер. Олар өте жақсы еритіндері бар. Әсіресе натрий мен калий гидроксиді өте жақсы еритіндер.
сосын ерімейтіндер бар. Олар ерімейді, бірақ олар бір түзеді. Сосын еріді да, ерімейді. Екі қасиет көрсете алатын негіздер бар. Олардың да аты деп аталады. Композиттер, гидроксидтер. Негіздерді көбінесе тағы да бір рет негіздердің химиялық қасиеттеріне қарап жіберсек, қышқылдардың негіздерді бейтараптасаңыздар, екеуін қоссаңыздар бейтараптау дейді. Ол кезде тұз және су бөлінеді. Егер қышқылдық оксидпен олар әрекеттесе, тұз, оттегі бар және су шығады. Және қыздырғанда олар өзі бөліп кетеді. Су және оксид бөлінеді. Бір зат болып бөлінуі мүмкін. Қышқылдық тұздар ортасында әрекеттескен кезде құрамында сутек қалып қойған, ол шықпай қалған. Бұл қышқылдық тұздар. Егер гидроксидтермен әрекеттесетін болса, арасында гидроксид қалып қоятын болса, бұл негізгі тұздар. Және орташа тұздар бірімен әрекеттескен, сутек бөлініп кеткен, гидроксид таза тұз болып шықса, ол орташа металл орындары ауысады, тұздаған металл және өзімен өзі жүрген металл орындарымен ауысады, активті күшіне қарай қышқылмен әрекеттеседі. Қышқылмен әрекеттесіп тағы да тұздар түзе алады және сілтермен әрекеттесе алады. Сілтермен әрекеттескенде басқаша тұздар шығады. Мынау негізгі тұздар, көріп тұрғандарда негізгі тұздар шығады. Енді класс арасындағы байланысты бір қарап жүрсек. Екі зат алайық, біреу бейметалл, біреу металл аламыз. Оған оттекті қосамыз. Оттекті қосқан кезде біреуінде қышқылдық оксид шығады, біреуінде қышқылдық оксид, біреуінде негізді оксид шығады. Оған тағы онда сутекті қосайық. Сутекті қосқан кезде негізді оксид негіз болып кетеді, қышқылдық оксид қышқыл болып кетеді. Өздері бір спойлер беріп тұрады, мен осыған айналамын деп. Оксидтерді, қышқылдарды, негіздерді кейін тұз болып кете алады. Мына жерде көріп тұрғаныңызда бірнеше реакция теңдеу жазып қойдым. Енді тапсырма. Сіздерге тапсырма. Мына көріп тұрған заттарды қандай классқа қайсы жататынын көрсетіңіз. Екінші тапсырма, заттардың аттарын жазыңыз. Көбінесе делер кестесінде артында тұздардың аттары, қышқылдық қалдықтар аттары жазылып тұрады. Осы тапсырма бар. Екінші бетте үшінші тапсырма. Заттардың атаулары бойынша формуласын қарастыру. Жаңағы тапсырмаға ұқсайды, бірақ оның керісіншесі. Және ең соңғысы реакция теңдеулерін құрып теңдесіміз. Жаңағы көрсетілген химиялық қасиеттерге қарап, әрі қарай реакция теңдеуін шығарасыздар. Осымен сабағымыз бітті. Сабағымызда бүгін не өттік? Бүгін біз оксидтерді, қышқылдарды, негіздерді және тұздарды, оның не екенін түсіндік, оның қандай болатынын түсіндік және қандай болып бөлінетінін түсіндік. Осымен сабағымыз бітті. Назарларыңызға көп рахмет.